Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен қалаурайдың пайдалануын қысқаша кесте түрінде қарастырсақ. Давайте сегодня на уроке мы с вами рассмотрим краткое использование желательного наклонения в виде таблицы. Сонымен, қалаурай дегеніміз өзіміздің арманымызды, тілегімізді айта алу. То есть желательное наклонение мы используем, когда хотим сказать о своих желаниях, о своей мечте. То есть что-либо хочу. Я хочу или кто-либо хочет. Или сильно желает. Қалаурай келесі формула бойынша құрастырылады. Желательное наклонение образуется с помощью следующей формулы. Етістікке ГГ-ХК жұрнақтарын жалғай отырып, тұрақты келеді немесе келді етістіктері мен тәуелдік жалғауларын қосу арқылы жасалады. Желательное наклонение образуется с помощью следующей формулы. К глаголу добавляются суффиксы ГГ, ХК, плюс устойчивые глаголы келеді или кельді, плюс притяжательные окончания. Мысал ретінде қарастырсақ. Давайте рассмотрим на примере. Мен оқығым келеді. Я хочу прочитать. Сен оқығың келеді. Ты хочешь прочитать. Сіз оқығыңыз келеді. Вы хотите прочитать. Ол оқығысы келеді. Он или она хочет прочитать. Біз оқығымыз келеді. Мы хотим прочитать. Сендер оқығыларың келеді. Вы хотите прочитать. Сіздер оқығыларыңыз келеді. Вы хотите прочитать. Имеется в виду, у вас много. Олар оқығылары келеді. Они хотят прочитать. Осымен қалаурай туралы қысқаша сабағымыз аяқталды. На этом наш урок, краткий урок про желательное наклонение завершен. Осы берілген кестені өздеріңізге сызып алып, міндетті түрде тәжірибе жүзінде қолданып көріңіздер. В обязательном порядке перечертите себе эту таблицу и попробуйте использовать ее на практике. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо, до свидания.